Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге қазақша FIFA каналы. Бүгінгі видеода біз осы қысқа ауысымдағы 6 трансфер туралы айтатын боламыз. Өте мықты трансферлердің бірі. 6 трансферді айтатын боламыз, мықты трансферлерді. Бұл ойында әртүрлі елдерден бірдей клубтарға барғандар да бар. Енді қазіргі таңда бұл ойыншылар енді қазір сол құраманың ойыншылары есебінде алынып отыр. Сіздер достар анаға жазып лайк басып кетіңіздер. Осы ананы 50 оқырманға жеткіздіргенде мен өзім турнирімді жасайтын боламын PES Mobile'дан. Достар, менімен бірге FIFA Mobile'да осы Қазақстан деген никпен жазыңыздар. Мен осы немен ойнайтын боламын, аккаунтпен. Енді біз көп сөз айтпай қойса. Ендеше біріншісі бұл біздегі мықты трансфердің бірінші ойыншысы бұл Люкин, Эвертоннан Астон Виллаға ауысып келген 10 қаптал қорғаушысы. Қорғаушы мықты нелерді көрсеткен. Әрине бұл мықты ойындарды көрсеткен Люкин. Эвертоннан Астон Виллаға 30 миллион евроға ауысып келген ойыншы. Қазіргі таңда 30 Астон Виллада сапында әлі ойындарға қатысуған жоқ, бірақ та алда қатысады деген сенімдеміз. Енді өзінің құрамасын Эвертонды қанша нелерден қорғаған ойыншы, білесіздер, мықты ойыншы, әртүрлі лигаларда ойнаған, АПЛ сапында көп ойнаған ойыншы. Эвертоннан енді Астон Виллаға ауысқандықтан енді жақсы ойын көрсетеді деген ойдамыз. Енді сенеміз күнге Люкинге, ендеше өз ойын көрсетсін. Ал екінші трансфер бұл бізде Крис Вуд Берлиннен Ньюкаслға 30 миллион евроға ауысып келген мықты ойыншы. Крис Вуд Берлинде өзінің ойындарын жақсы көрсетті. Ньюкасл негізінде қазіргі таңда өте халі ауыр жағдайда еді, бірақ АПЛда қалмауы шешілмей тұрған еді. Сөйтіп 4 ұпайды алдырған ойыншылардың бірі болды Крис Вуд. Енді Берлиннен Ньюкаслға 30 миллион евроға алынған ойыншы. Мықты ойыншы, әртүрлі жерлерде ойнай береді. Негізгісі қорғаушы ретінде ойналады. Енді бізде Берлиннен жақсы ойын көрсетті деп ойлаймыз. Ендеше Ньюкаслда енді тағы АПЛда жақсы ойындар көрсетеді деген ойдамыз. АПЛды да сақтап қалады деген ойдамыз осы ойыншыларды. Енді біз ендеше осының Ньюкаслға 30 миллионға ауысып келген осы ойыншы. Ал үшінші трансфер бізде бұл Бруно Гимарайс Лионнан Ньюкаслға 42 миллион евроға ауысып келген ойыншы. Ньюкаслда қазіргі таңда жақсы трансферлер істеуде. Мықты трансферлер істеді. Олардың бірі білесіздер, Каутиньо Барсадан алған. Барсадан қанша қалғанын білмеймін, бірақ Барселонадан жақсы евроға алған ойыншы. Ньюкаслда жақсы ойын көрсетеді деген ойдамыз бұл ойыншыда да. Білесіздер, Каутиньо қазіргі таңда дұрыс ойын көрсетпеді Ла Лигада. Енді өзінің ойындарын дұрыс көрсетеді деген ойдамыз АПЛда. Ньюкаслдың сапында мықты ойындар өткіздіретін ойыншылардың бірі болып енді есептейміз. Лионнан енді қазіргі таңда Ньюкаслға ауысқан мықты ойыншы бұл бізде Бруно Гимарайс 42 миллион евро. Ендеше Гимарайсқа сәттілік де каналға. Сол айтарымыз АПЛда сақтап қалсын деп ойлаймыз Ньюкаслды. Ал бізде
Бул 4-нче трансфер. Луис Диас Порту сапынан Ливерпулга ауышкан ойынчы. Ливерпулга 45 миллион еврого ауышкан ойынчы. Бул өтө мыкты ойынчулардын бири. Бул типти ким? Луис Диас жүрген клубтун өзүнүн көзүнө түскөн oyuncu. Ошону бир сөз менен айтканда Луис Диас Ливерпулда 45 миллион еврого сатып алды. Бул жерде негизинде Ливерпуль жазга карай аламыз деген Луис Диасты. Алайда кыска трансферди сатып алуудун бир себеби бул Арсенал эч кандай трансфер жасамады. Болсо кимди Луис Диасты алып каламызбы деген ойдо болду. Луис Диас өзү ойлона келип 45 миллион еврого Ливерпулга ауысып келген ойынчы. Енді Ливерпулда мыкты ойындарын көрсөтүүдө. Алайда Луис Диастын орнунун несинде, позициясында билесиздер, мыкты oyuncu ол ким экенин, Манесконун орнуна калай ауысат экенин билбейбиз. Ал бизде енді 5-нче трансфер бул Ферран Торрес. Манчестер Ситиден Барселонага 55 миллион еврого ауысып келген ойынчы. Манчестер Ситиде басында жакшы оюндар көрсөттү. Енді қазіргі таңда Барселонанын негизги несинде алынды. Барселонада қазір шартты түрдө бул oyuncu недеги oyuncular ретинде алынган. Шартты түрдө алынган oyuncu. Барселонада 1-2 кучаттар калган кезинде бул Барселонага Ферран Торреске айлык сапысы мыкты берилетин билесиздер. Алайда дурус нелер жүргүзүлмөй, кийин кимдерге ошум бир oyuncu болсо Барселонага көмөктөскөн, ол әрине билесиздер Умтити өзүнүн нелери жакшы келишим издеп узартты несин. Сөйтүп Ферран Торрести Барселона өзүнүн сапында алып калды. Енді Барселонада жакшы оюндар болот деген ойдамыз. Ал бизде енді соңғы трансфер бул әрине билесиздер Душан Влахович. Флоритодан Ювентусга ауышкан 81 миллион еврого ауышкан oyuncu. Мыкты oyuncu, жаш oyuncu, әлі алда канча нелери бар. Флоритодан Италияга дейин осы Душан Влаховичтин үйүн типти кимдерди жергиликтүү полицейлерди коргогон. Өйткөнү Флорито жанкүйерлери буган ала көзүбүз карап отурган. Сен бизге боско неге кеттиң деген оймен өзүң курама оюнуңда не кылдың деп, ошум биздин курамадан саткын дегендиктен буну азыр үйүндө не кылууда. Үйүнүн алдындагы типти ар түрлүү плакаттар илип коюуда. Осы кимге бола Влаховичти ошум жамандап атыр Флорито жанкүйерлери. Ендеше достар, осы менен биздин видео аякталды. Видео унаса лайк басып, арнага жазылып кетиңиздер достар. Сиздерден өтүнүч осы арнага 50 окурман жыйнап берейик. Келесі видеода кездескенче аман сау болуңуздар достар, сау болуңуздар, жакшы.